Салем достар, бүгін егов сайтынан балаға пособие қалай тағайындаймыз, онлайн заявка қалай жүреміз, сол жайында айтатын болам. егов сайтына кіреміз. Мына жерде YT деген бар, соны басып, ETSP-мызды таңдаймыз. Outпен кіреміз. Паролімізді енгіземіз. Паролімізді енгізгеннен кейін сайтқа біз кіреміз. Осы жерден семьяны таңдаймыз. Содан кейін социальную выплату по уходам ребенканы таңдайтын боламыз. Осы жерде тұр, міне жоғары жақта. Сіздер қарап алсаңыздар болады. Камень басамын. Заказать услугу онлайн береміз. Біздің данылар шықты. Баланың иінін теретін боламыз. Тіркеп атқан баланың иінін теретін боламыз. Үшірде автоматын шығатын болады қазір. Мына жерге галочканы қойып жүреміз. Далее басамыз. Мына жерде социальный выплата за уход в ребенканы тағы да тереміз. Таңдаймыз, то есть. Далені басып. Дальше өтетін боламыз. Бұл жерде банка біз народныйды таңдайтын боламыз. Өзіңізге қалаған банк счет таңдап алсаңыз болады. Бізде автоматын тіркеліп тұр. Счетін таңдадық. Енді асты қарай түсіп, счет для пособия басамыз. Дальше подтвердить етеміз ETSP-мен. Бізде бұрын сонда счет тіркегесін, бізде автоматын шығады. Енді эрсамен қол қойып, паролімізді енгізіп, қолымызды қоятын боламыз. Міне бізде счетымыз автомат түрде шықты. Осы жерге галочканы қоятын боламыз, KZ-тен басталатын жерге. Сосын далені басатын боламыз. Далее галочканы қойдық. Далее енді ETSP-мен эрсамен тағы да подтвердить етеміз. Сосын біздің заявкамыз уже жіберілген болып саналады. Қазір уже шығады. Сіздерге көрсететін болам. Осылай эрсамен паролімізді енгізіп, қолымызды қойып, заявка жіберетін боламыз. Міне заявкамыз кетті. Бұны личный кабинеттен қарап алсаңыздар болады. Негізі 7 рабочий күн деп тұр. 7 рабочий күнде результаты шығатын болады. Барлығына іске сәт.